Қайырлы күн, құрметті музей парақшасының оқырмандары. Біз Батыс Қазақстан облысы тарихи-өлкетану музейінен Қазақстан Республикасының 30 жылдығына арналған челленджді қабылдаймыз. Алла берген Қонарбаевтың «Республика менің» атты өлеңін қабыл алыңыздар. Қалың жұртым қазағым мақтан бүгін, жан сырыңды шайып ақтар бүгін. Мерейі үстем мерекең болсын құтты, сан ғасырлар жоғалтып тапқан бүгін. Тәуелсіздік тұғыры еркіндігін, күмбірлейді күй болып шертілді үнін. Келген жоқ қой бостандық бостан босқа, шын болаттай қазағым серпіл бүгін. Құлаш ұрды ғарышқа өркеніміз, бүгін менен басталды ертеңіміз. Аспаныма арайлап нұр қаптады, өзімдікі өзгеге емес өздігіміз. Өткен күндер өгейсіп көп тілеген, аласармас арманым көп тіреген. Тілім, дінім, ділімде қайта оралған, өмірімнің өзегі деп білемін. Ата-баба мұраты орындалып, Қазақстан құжаты қолынданып, келер күнге құшағым айқара ашық, қаймықпадық, қайтпадық, қорынбадық. Көгілдір ту, шырқаушын шаңырағым, әлдилеп тұр әуелеп әнұраным, босағада талай бір боздап қалған, төрге шықты елтаңбам, әнұраным. Біз Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейі Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған челленджді Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейіне жолдаймыз.